Ассалаумағалейкум тағы да құрметті достар, көрермендер. Мен алдыңғы видеода айтып кеткендей, сіздерге қандай видеолар қызық, өтімді, яғни сіздерге ұнамды, қандай бағытта видеолар түсіргенімді сіздерден кеңес сұраған болатынмын. Бірақ та мен өз ойлап жүрген бұл Криштиану Роналду туралы видеолар түсірсем бе деп араластырып қой енді. Өзім Криштиану Роналдудың баяғыдан бергі фанатымын. Енді ол қазір әрине 41 жаста. Сондықтан карьерасының аяқталуына шамалы уақыттар қалды. Сондықтан мен оның әрбір ойынын үзбей қарауға тырысамын. Яғни қарап та жүрмін. Ол қазір Португалия құрамасы мен Сауд Арабиялық Әл-Наср командасының капитаны әрі беделді мықты ойыншысы болып табылады. Енді әрине не үшін Роналду деген сұрақтар қояды. Роналду себебі ол кішкене кезінен бастап осы футболист боламын деген цель мақсатына өз күшімен, еңбегімен, яғни дисциплина қойып, өзінің алдына мақсат қойып, соған жете білген адам. Ол осы жас балаларға біздей мысалы мотивация, тек футбол ғана емес қой, енді басқа жұмыстарға да осындай зейін қойып, кәдімгідей жақсы көріп еңбектенсең, яғни бәрібір түбінде бір жерді жарып шығасың деген ой тастап тұр енді. Сол үшін Роналдуды мен сыйлаймын, құрметтеймін, әрі фан боламын, фанат боламын. Ол көп жастарға қазір мотивация береді, жігерлендіреді. Яғни былай айтқанда Роналду жүрегінде түгі бар азамат десем де болады, білмеймін енді. Бұндай жасқа шейін әлі өз жаттығуын, тамағын, яғни бүйтіп есептеп, күнде солай есеппен ішеді, есеппен жаттығу жасайды. Жаттығуларын ешқашан қалдырмайды, күнімен түнімен болса да жасайды. Сондықтан мен Роналдуды өзім мақтан етемін, жақсы көремін, футболист ретінде. Көп жастарға үлгі деп есептеймін. Енді әрине Роналду или Месси дегенде мен Роналду деймін, бірақ Мессиді де айта кеткен жөн. Месси де енді өте талантты, яғни бойының қысқалығына қарамастан алаңда өзі еркін ойыншылардан алдап өту деген ол мүмкін емес. Сондықтан Месси екеуі тең дәрежеде деп есептеймін. Роналду мен Месси атақты, беделді ойыншылар.